Жаңбыр баяу ғана жауып тұрған кеш еді. Қала шамдары дымқыл асфальтқа шағылысып, бәрін біртүрлі мұңға бөлеп тұрғандай. Әсел вокзал алдында үнсіз тұр. Қолында кішкентай ғана сөмке, ішінде бүкіл өмірі. Ал алдында оның жүрегінің жартысы. Аян, бармай-ақ қойсаң болмай ма? Деді Аян сыбырлап. Дауысы дірілдеп шықты. Әсел басын шайқады. Көзінде жас тұр, бірақ ол жыламауға тырысып тұр. Бұл менің таңдауым емес, әкем жағдай бәрі мәжбүрлет, деді ол әр сөзін зорға шығарып. Аян жақындап, оның қолынан қатты ұстап алды. Мен сені жібермеймін. Естіп тұрсың ба? Мен сенсіз. Сөйлем аяқталмады. Себебі ол өзі де жалғасын айтуға қорықты. Пойыздың сықырғы естілді. Уақыт бітіп бара жатты. Әселдің жүрегі кеудесіне сыймай соғып тұр. Ол Аянның көзіне қарады, дәл сол көздер, бір кездері оған бүкіл әлемді ұмыттырған көздер. Енді сол көздерде қорқыныш, үмітсіздік, шарасыздық. Мен қайтып келемін, деді Әсел сыбырлап. Қанша уақыт өтсе де сен күте аласың ба? Аян бір сәт үнсіз қалды. Сосын ауыр дем алып, мен сені өмір бойы күтемін, деді. Бірақ бұл сөздің ішінде сенімнен гөрі қорқыныш көп еді. Пойызға мінетін уақыт келді. Әсел қолын ақырын босатты. Сол сәтте екеуінің арасындағы көзге көрінбейтін жіп үзіліп кеткендей болды. Ол артқа қарамауға тырысты, бірақ соңғы сәтте бәрібір бұрылды. Аян әлі тұр. Қозғалмай тек қарап тұр. Сол көзқарас үнсіз айқай еді. Пойыз қозғалды. Әсел терезеден қарап тұр. Қала алыстап барады. Аянның бейнесі кішірейіп, ақыры мүлде жоғалып кетті. Сол сәтте оның көзінен жас парлап кетті. Біз шынымен қайта кездесеміз бе? Деді ол іштей. Арада апталар өтті. Басында бәрі оңай сияқты еді. Күнде хат, күнде хабарлама, ұзақ қоңыраулар, түндер бойы сөйлесулер. Сен не істеп жатырсың? Сені ойлап отырмын. Олар осылай өмір сүріп жатты. Қашықтыққа қарамастан бір-бірін жоғалтпауға тырысып. Бірақ уақыт өте келе бәрі өзгере бастады. Аян жұмыспен әлек болды. Жауаптары қысқара түсті. Әсел жаңа елге үйрене алмады. Жалғыздық оны ішінен жей бастады. Бір күні, неге сен маған бұрынғыдай жазбайсың? Деп сұрады Әсел. Ұзақ уақыт жауап болмады. Сосын бір ғана хабарлама келді. Жай ғана, бос емеспін. Сол қысқа жауап оның жүрегін тіліп өткендей болды. Бос емес пе, әлде енді керек емеспін бе? Күмән алғаш рет сол күні пайда болды. Келесі аптада Аян мүлде жоғалып кетті. Қоңырауларға жауап жоқ. Хабарламалар оқылмайды. Әсел әр түн сайын телефонға қарап отырады. Экранды өшірмей күтеді. Мүмкін бірдеңе болған шығар. Мүмкін ол жай ғана шаршаған шығар. Ол өзін жұбатқысы келді. Бірақ жүрегі басқа нәрсені сезіп тұрды. Бір түнде ол шыдай алмады. Егер сен мені ұмытсаң, жай ғана айт, деп жазды. Жауап болмады. Сол түні Әсел алғаш рет қатты жылады. Ал дәл сол сәтте, мыңдаған шақырым жерде Аян қараңғы бөлмеде жалғыз отыр еді. Қолында телефон. Экранда Әселдің соңғы хаты. Ол жауап жазғысы келді. Саусақтары пернетақтаға барды, бірақ тоқтап қалды. Мен оны өзімнен алыстатып жатырмын, бірақ басқа жол жоқ. Оның көзінде де жас тұрды. Бірақ ол бәрібір жауап бермеді. Телефонды өшіріп тастады. Сол сәтте олардың махаббаты алғаш рет үнсіздікке көмілді. Айлар өтті. Бір кезде әр күні махаббатқа толы болған өмір енді ұзақ, бос күндерге айналды. Әсел үшін уақыт жүрмей қалғанда еді. Таң атады, кеш батады, бірақ оның ішінде ештеңе өзгермейді. Телефон бұрынғыдай жанында. Бірақ енді ол үміттің емес, ауыр естеліктің белгісі. Аяннан бірде бір хабар жоқ. Алғашында Әсел өзін алдады. Ол бос емес. Бәлкім жағдайы қиын шығар. Мені әлі де жақсы көретін шығар. Бірақ уақыт өте келе бұл ойлар әлсірей бастады. Орнына басқа сұрақтар келді. Егер ол мені ұмытса ше? Егер мен оның өмірінде енді жоқ болсам ше?
Бұл сұрақтар оны ішінен жеп бара жатты. Бір күні ол бәрін шешкісі келді. Әсел Аянға соңғы рет жазды. Мен жауап күтіп шаршадым. Егер бәрі бітсе айт. Тек үнсіз қалма. Хабарлама жіберілді. Бірақ тағы да жауап жоқ. Сол сәтте оның ішінде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Демек бұл соңы. Ол телефонды баяу жауып қойды. Жүрегі ауырса да ол енді жыламады. Себебі кейде адам жылаудан да шаршайды. Ал Аян, оның өмірі сырттай қарағанда алға жылжып жатқандай еді. Жаңа жұмыс, жаңа орта, жаңа адамдар. Бірақ ішкі дүниесі күйреп жатқан. Ол әр кеш сайын телефонды қолына алады. Әселдің аты әлі өшірілмеген. Хабарламаларын қайта-қайта оқиды. Сол таныс сөздер. Мен сені сағындым. Сенсіз қиын. Тек жоғалма. Аян көзін жұмып алады. Кешір мені дейді іштей. Бірақ ол бәрібір жазбайды. Неге? Себебі оның ішінде бір ауыр шындық бар еді, ол шындықты Әсел ешқашан білмейді деп ойлады. Бірнеше аптадан кейін Әселдің өмірінде басқа адам пайда болды. Оның аты Данияр. Ол мүлде Аянға ұқсамайды. Сабырлы, тұрақты, сенімді. Ең бастысы, ол әрқашан жанында. Сен жалғыз емессің, деді бір күні Данияр. Бұл қарапайым сөз Әселдің жүрегіне жылы тиді. Өйткені ұзақ уақыттан бері ешкім оған бұлай айтпаған еді. Олар жиі кездесе бастады. Әсел алғашында өзін кінәлі сезінді. Мен оны әлі ұмыта алмадым. Бұл дұрыс емес. Бірақ жүрек шаршағанда тыныштық іздейді. Ал Данияр сол тыныштықты беріп тұрғанда еді. Ал бір кеште Әсел мен Данияр бірге серуендеп жүрді. Күлкі, жай әңгіме. Бәрі тыныш. Сол сәтте Әсел кенет тоқтап қалды. Себебі ол бір нәрсені сезді. Ішінде әлде бір ауыр сезім қайта оянды. Ол көкжиекке қарады. Неге мен оны әлі ұмыта алмаймын? Деді ішінен. Көз алдына Аян келді. Оның дауысы, көзқарасы соңғы күні. Жүрегі қайтадан ауырды. Ал дәл сол сәтте Аян аурухана дәлізінде отыр еді. Қолында медициналық қағаз. Диагноз. Ол көзін жұмды. Егер ол білсе, ол бәрін тастап келеді. Мен оған ондай тағдыр қаламаймын. Сондықтан ол үнсіз кеткен. Сондықтан ол жоғалған. Бұл сатқындық емес еді. Бұл құрбандық еді. Бірақ ең ауыр құрбандық түсіндірілмегені. Түн. Әсел жалғыз отыр. Телефонды қайта қолына алды. Аянның шаты ашық тұр. Соңғы жазған хаты. Тек үнсіз қалма. Ол ұзақ қарап отырды. Сосын ақырын сыбырлады. Сен шынымен мені ұмыттың ба, әлде мен білмейтін бір нәрсе бар ма? Жауап жоқ. Тек үнсіздік. Бірақ бұл үнсіздік ішінде мыңдаған айтылмаған сөз бар еді. Қыс келді. Суық тек сыртта емес, адамдардың ішінде де орнағандай еді. Әселдің өмірі сырттай тыныш көрінетін. Ол күледі, сөйлеседі, Даниярмен бірге уақыт өткізеді. Бәрі қалыпты сияқты. Бірақ түнде, жалғыз қалғанда бәрі өзгеретін. Ол әлі де телефонды қолына алады. Сол бір ескі чат, сол бір соңғы хабарлама. Тек үнсіз қалма. Әлі жауап жоқ. Айлар өтсе де. Неге? Бұл сұрақ әлі де оны жібермейді. Бір күні күтпеген жағдай болды. Әселге белгісіз нөмірден хабарлама келді. Сіз Әселсіз бе? Мен Аянның досымын. Жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Қолдары дірілдеп кетті. Иә. Не болды? Жауап бірден келмеді. Сосын, ол сіз туралы жиі айтатын. Егер мүмкіндік болса, сізбен кездескім келеді. Әсел ұзақ ойланды. Жүрегі қорқып тұр. Бірақ ішкі бір сезім оны тоқтатпады. Жақсы, кездесеміз. Кездесу. Кішкентай кафе. Терезе жанында Әсел отыр. Ішке бір жігіт кірді. Шаршаған, көзі мұңды. Мен Ернар, деді ол жай ғана. Олар біраз уақыт үнсіз отырды. Сосын Ернар терең дем алды.
Сіз шындықты білуге дайынсыз ба? Әселдің жүрегі дүрсілдеп кетті. Иә. Аян сізді тастап кеткен жоқ. Бұл сөз бірден оның жанын тіліп өтті. Онда неге ол? Ол ауыр науқасқа шалдықты. Әселдің көзі үлкейіп кетті. Не? Диагноз қойылған кезде дәрігерлер көп уақыт бермеді. Әселдің демі жетпей қалғандай болды. Жоқ, бұл мүмкін емес. Ернар сөзін жалғастырды. Ол сізге айтқысы келді. Бірақ ол қорықты. Неден? Сіз бәрін тастап оның жанына келесіз деп. Өз өміріңізді құрбан етесіз деп. Көз жас Әселдің бетімен баяу ағып кетті. Сондықтан ол сізді итеріп жіберді. Әдейі? Әсел басын шайқады. Жоқ, ол бұлай жасамас еді. Ол сізді қатты жақсы көрді, деді Ернар, сондықтан дәл солай жасады. Әсел енді жылап отыр. Барлығы енді ғана орнына келгендей болды. Сол үнсіздік, сол жоғалу, сол суық жауаптар. Бұл бәрі мен үшін болды ма? Ернар жай ғана басын изеді. Ол соңына дейін сізді ойлады. Қазір ол қайда? Деді Әсел сыбырлап. Ернар үнсіз қалды. Бұл үнсіздік бәрін айтып тұрды. Жоқ, деді Әсел. Дауысы сынып шықты. Жоқ, жаңбыр жауып тұр. Әсел зиратта тұр. Алдында қара тас. Онда бір ғана есім. Аян. Оның қолдары дірілдеп тұр. Сен маған неге айтпадың? Деді ол сыбырлап. Жауап жоқ. Тек желдің дыбысы. Мен бәрібір келер едім, бәрібір жаныңда болар едім. Көз жасы тоқтамайды. Сен жалғыз кеткен жоқсың деп ойладың ба? Мен де сол күні жалғыз қалдым. Ол тізерлеп отырды. Мен сені күттім, сен болсаң мені қорғадым деп ойладың. Ұзақ уақыт өтті. Әсел сол жерде отырды. Сосын ақырын ғана күлімсіреді. Ауыр, мұңды күлімсіреу. Сен әлі де менің жүрегімдесің. Ол орнынан тұрды. Көзінде жас бар, бірақ ішінде бір шындық орнықты. Бұл махаббат аяқталмаған. Тек басқа түрге айналған. Ал алыста Данияр жалғыз тұр. Ол бәрін білді. Әселдің көзіндегі өзгерісті көрді. Мен оны ешқашан толықтай иелене алмаймын, деді ол іштей. Бірақ ол кетпеді. Өйткені кейбір адамдар сүйсе де түсінеді. Түн. Әсел үйде отыр. Алдында ескі хаттар. Аянның сөздері. Оның күлкісі. Естеліктер. Ол көзін жұмды. Егер біз қайта кездесетін болсақ, бұл жолы мен сені жібермеймін. Жауап жоқ. Бірақ жүрегі алғаш рет тыныштала бастағандай. Көктем келді. Табиғат қайта тірілгендей, бірақ Әсел үшін бұл көктем бұрынғыларға ұқсамайтын. Ішінде әлі де ауырлық бар. Бірақ сол ауырлықтың ішінде бір тыныштық пайда болған. Ол енді күн сайын жыламайды. Аянның аты жүрегінде ауыр жара емес, жылы естелікке айнала бастаған. Бір күні Әсел тағы да сол жерге барды. Зират. Аян жатқан жер. Жел баяу есіп тұр. Аспан ашық. Сәлем, деді ол ақырын. Бұл жолы дауысы бұрынғыдай дірілдеген жоқ. Ол гүл қойды. Мен саған ренжімеймін. Сен мені қорғағың келді, білемін. Көзінде жас жылтырады, бірақ ол жыламады. Бірақ енді мен өмір сүруім керек. Сол сөзді айту ең қиын еді. Бірақ ең қажеттісі де сол болды. Арада бірнеше ай өтті. Әсел біртіндеп өмірге қайта орала бастады. Ол күле бастады. Адамдармен сөйлесе бастады. Жүрегін қайта ашуға тырысты. Ал Данияр. Ол әлі де жанында. Бірақ бұл жолы ол үндемей күтпеді. Бір күні ол Әселге тіке қара. Мен сенің өткеніңмен бәсекелеспеймін, деді ол жай ғана. Мен тек сенің бүгінгі күніңде болғым келеді. Бұл сөздер Әселдің жүрегіне терең тиді. Өйткені бұл талап емес. Бұл түсіністік еді. Ұзақ үнсіздіктен кейін Әсел ақырын жауап берді. Менде әлі де ауыр естеліктер бар. Білемін, деді Данияр. Кейде мен оны сағынамын. Бұл қалыпты, деді ол сабырмен. Ал сен бұған шыдай аласың ба? Данияр бір сәт ойланды. Сосын жымиып,
Мен сені түгелдей қабылдаймын. Өткеніңмен бірге. Әселдің көзінде жас пайда болды. Бірақ бұл жолы ауырлықтан емес, жеңілдіктен. Сол күні кешке Әсел жалғыз отырды. Қолында ескі хат. Аянның соңғы жазған сөздерінің бірі. Тек жоғалма. Ол баяу күлімсіреді. Мен жоғалған жоқпын. Ол терезеге қарады. Көктемгі жел пердені тербеп тұр. Мен өмір сүріп жатырмын сен үшін де, өзім үшін де. Бірнеше күннен кейін Әсел тағы да зиратқа барды. Бұл жолы ол ұзақ тұрмады. Тек бір сәт тоқтап, қош бол деді. Бұл қоштасу мәңгілік емес еді. Бұл босату еді. Өткенді ауыртпай еске алу үшін босату. Уақыт өтті. Жылдар. Әсел мен Данияр бірге. Олардың өмірі мінсіз емес. Бірақ шынайы. Кейде Әсел түнде аспанға қарап сыбырлайды. Сен көріп тұрсың ба? Жауап жоқ. Бірақ ол енді жауап күтпейді. Себебі ол біледі. Кейбір махаббаттар аяқталмайды. Олар өзгеріп, адамның ішінде өмір сүруін жалғастырады. Бір күні, күн шуақты таң. Әсел балконында тұр. Қолында кофе. Жанында Данияр. Тыныштық. Жылы тыныштық. Әсел көзін жұмды. Жүрегінде екі сезім қата өмір сүріп тұр. Өткеннің махаббаты және бүгінгінің бақыты. Ол ақырын сыбырлады. Рахмет. Бұл сөз кімге арналды? Аянға ма? Тағдырға ма? Әлде өзіне ме? Бәлкім бәріне.